Сәлеметсіз бе, бүгін біз печеночный торт пісіреміз. Ол үшін бізге керек бауыр, 2 жұмыртқа, ұн, сүт, күнбағыс майы, тұз, үлкен сәбіз, пияз, 2 чеснок және майонез. Бауырды мен блендермен ұсақтадым осылай. Бірақ сізде блендер болмаса, мясорубкадан да өткізуге болады. 2 жұмыртқа қосамыз. Тұз саламыз, 1 шай қасық. Венчикпен араластырамыз. 1 стакан сүт қосамыз. Араластырамыз. Енді 1 стакан ұн қосамыз. Бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. 3 ас қасық күнбағыс майын қосамыз. Араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Табаға кішкене күнбағыс майын құямыз. Жақсылап тұрып табаны қыздырамыз. Құймағымызды біз аудардық. Осылай енді бүкіл құймақтарымызды пісіреміз. Енді начинкасын істейміз. Сол үшін пияз бен сәбізді майға қуыраймыз. Майонезға 2 долька чеснокты сығамыз және араластырамыз. Блинчиктің үстінен майонезді жағамыз. Начинкамызды саламыз. Үстінен келесі блинчикті салып, бүкіл тортымызды жинаймыз. Піскен жұмыртқамен тортымызды әдемілейміз. Осылай біз тортымызды әдеміледік, енді оны кесіп, дәмін көреміз. Міне осындай тортымыз шықты. Міндетті түрде істеп көріңіз, өте дәмді. Біздің каналымызға жазылыңыздар, лайк қойыңыздар. Сау болыңыздар.